Жаңа редакциядағы Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодекс аясында азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау. Осы тақырып аясында жоғарғы сотта дөңгелек үстел өтті. Басқосудың негізгі мақсаты азаматтық процесстік кодекс жобасына енгізілген жаңашылдықтарды және олардың әділетті сот талқылауын қамтамасыз етудегі маңыздылығын талқылау. Отырыста жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми елбасының Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде жүктеген тапсырмаларын іске асыру аясындағы азаматтық процесстік заңнаманың маңыздылығын атап өтті. Жиынға еліміздің сарапшыларымен қатар арнайы Германиядан келген спикерлер де қатысып, аталмыш тақырып аясында өз ойларымен бөлісті. Уақыт біздерге әрқашан жаңа міндеттер жүктейді. Қоғамдық өмірдегі өзгерістер мен құқықтық қатынастардың сан алуандығы, түрлі салада туындайтын дауларды шешуді неғұрлым жедел әрі ыңғайлы түрлерін талап етеді. Сондықтан да елбасы Қазақстан судьяларының 6-шы съезінде жаңа азаматтық істер жүргізу кодексінің жаңа редакциясын әзірлеуді жоғарғы сотқа тапсырма еткен болатын.